Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге хачапуридin ең оңай және тез жасалынатын рецептісін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қажетті құрамдар: жылы сүт пенен су керек 100 мл, ашытқы 4 грамм, ұн 300 грамм, қант 1 ас қасық, тұз шым-шым, өсімдік майы 50 грамм және де сыр сулугуни 300 грамм. Жылы суымызды ыдысымызға құямыз, содан кейін сүт қосамыз, ашытқы қосамыз және де 1 ас қасық ұн қосамыз да жақсылап араластырып 15 минутқа жылы жерге қоямыз. Содан кейін өсімдік майын қосамыз, қант қосамыз, тұз қосамыз, жақсылап бәрін араластырып аламыз. Енді 2 бөлікке бөліп ұнымызды қосамыз. Оны бәрін ең алдыменен қасықпенен араластырып аламыз. Содан кейін барлық ұнымызды қосамыз да, тағы да ас қасықпенен бір рет араластырып, енді жұмсақ қамыр илей бастаймыз. Осылай кішкене су қоссаңыздар да болады. Осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді жылы жерге 30-40 минуттай қойып қоямыз. Қамырымызды 2-ге бөліп, видеодағыдай көрсетілгендей басып шығамыз қамырымызды. Енді қолымызбенен басып шығамыз. Екі жағынан, содан кейін оқтауменен жайып шығамыз. Осындай неде болу керек, көлемде. Енді сулугунимызды салып шығамыз. Шетіне салмаңыздар. Ол шетін енді қазір біз лодочка тәрізді жасаймыз. Видеодағыдай көрсетілгендей жасап шығамыз. Осы енді ортасына тағы да кішкене ірімшік саламыз. Екінші қамырымызбенен де солай жасап шығамыз. Және де кішкене жұмыртқаменен сырт жақтарын жағып шығамыз. Енді 200 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Ортасына жұмыртқа саламыз. Және де тағы да 15 минутқа духовкаға қойып қоямыз. Біздің хачапурimiz дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.